Жалғанда 94 жасаған бұл кісінің өз жеке кітабы да бар. Автор 20 жыл бойы зерттеп, туғаннан бастап барлық өмірін жазған композитор кісі. Яғни 94 жыл жасау сырында осы кітапта жазылған. Сонымен бөлісетін боламын. Соны дейін қараңыздар, тыңдаңыздар. Рахмет. Қазір бір кішкене абзац оқып жіберейін. Нағыз көзін ашты, бала қалай, дауысы әрең естілді. Қайтесің баланы? Өзің жаның қалғанына шүкірлік ет, Құдай берерін тауыспасын, деді кіндік кескен қатын. Оның сөзіне нағыз бала өлі туған екен деп түсінді де көзін жұмып теріс айналып кетті. Байжанның қабағынан байқаған соң, Құдай-ау, ішіндегі қасықтың басындай қанды түсік қып түсірсейші деп тілейтін еді. Енді ана жүрегі іштен шыққан шұбар жыланды қимай жатыр. Бір күн, бір түн толғатып, қатты қиналған нағыш, бала түскен соң көзі бұлдырап, есінен танып қалған. Сондай халде баланы ойлау қайдан, тек сұлық жата берді. Тайжан келіп дем салғанда да кірпігін қимылдатқан жоқ. Осы шіркін дүниеден кетті-ау деп Сәтбаладан зәр жоқ. Құдайдан жанын қалдыра гөр, бейбақтың деп тілеп жүр. Бірақ сұрағанын бере салатын Құдай бар ма? Балада зыбыс жоқ, өлі екенін тірі екенін белгісіз. Сәтбала анда-санда жанына келіп, бетін ашып көреді. Жаны бар тәрізді. Жарық дүниеге тірі келуін келіп, аштан өліп қалар ма екен деп, Сәтбала нәрестені қолына алды. Жылы сумен сабындап шомылдырды. Шаранасын тырытты. Қойдың құйрық майын бір білем кесіп алып, отқа ұстап шыжғырды. Сонымен баланың етін сылады. Өзінің ескі жаулығының етегінен қайтадан жүргектеді. Байжанның тозығы жетіп киюден қалған ала тек шапанның бір өңін сөгіп алып, сыртынан орады да алдына алды. Көтеріп мұрнына апарып еді кәдімгі жас иіс. Сәтбаланың іш бауыры одан сайын елжіреп кетті. Теріс қарап омырауынан емшегін шығарды да баланың аузына тосты. Өне бойы шымырлап дыз еткендей болды. Еңкейіп емшегінің ұшынан қарап еді, үрпіннен сарғылт бірдеме білініпті. Екі-үш рет қысып қалып еді, сап-сары уыз екен. Бұл несі? Ана жүрегі иіп кеткені өзі де байқамай қалыпты. Бала сорпылдатып сора жөнелген жоқ, бірақ аузына барған уызды 3-4 рет қалғытты. Ол өлмегенге өлі балық. Сөйте Сәтбаланың емшегінен сүт шығып кетті де, күн өткен сайын бала ширап келеді. Бұған орман айналасында Байжаннан басқасының қуанбаған жан жоқ. 7 күн дегенде ауылдың қатын қалашы қайта жиналды. Азан айтып ат қойып бесікке салмақ. Сәтбаланың құрты мен шайын ішеп, майын жеп, шайын ішіп тағы бір тоймақ. Бірақ шала туған бала ана құрсағынан жаралғанына 9 ай 9 күн толмай бесікке салынбайды. Орманнан қалған сеңсең тымаққа салып босағаға іліп қойды. Жан иесі болғасын 7 күн толғанда ат қоймау обал. Тайжан молда босағада ілу тұрған баланың жанына барып азан айтты. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Хайя ғалассалла, хайя ғалассалла, хайя ғалал фалах, хайя ғалал фалах. Сенің атың Мұса, сенің атың Мұса деп 3 рет айғайлады. Яғни бұл бізде Жаяу Мұса атамыз, осы кісінің кітабы 20 жыл бойы жазылған. Жаяу Мұсаның 94 жыл бойы өмір сүруінің негізгі сыры, қаншама шала туып, қашқын бала атансырда қуғында болып, қаншама қорлық көрсетеді. Бұл кісінің негізгі сыры, яғни менің ойымша, ешқашан бір өшпенділік болып кек алам деген ой болмауы. Бір қайғырып, Құдай бір басыма салды ғой деп ешқандай қайғырмаған, тек қана алдыға жүру. Орысша үйренемін деп, орысша барып үйрендік, оқыды, мектепке барып, Россияға, Москваға, Санкт-Петербургқа барамын деп, оған да барды. Көптеген қазақ зиялылармен танысты сол уақытта. Тәттімбетпен, Шоқан Уәлихановпен, сонымен бірге Еуропаға да барып, Литваға, Польшаға, біраз жерлерді аралады. Соның арқасында деп ойлаймын, тек қана алдыға жүру, ешқашан қайғырмай, соның арқасында 94 жыл жасады.
Оның арқасында тарихта қалды көптеген өлеңдерімен. Осы негізі айтарым. Рахмет, давайте.